Төреғали Төрәлі атақты бұрын айтысқа 4 жыл жүріп 4 көлік мінген екен. Төреғали Төрәлі атақты бұрын кішкентай кезінен өнерге жақын болған. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздер Мелеке және Төреғали Төрәлінің атақты болғанға дейін өмірін айтып беремін. Оның жүрегі мұз екен, көңілі көз екен, мың түрлі құбылған бір түрлі қыз екен. Әлиханов Төреғали Төрәліұлы 1992 жылы 14 қазанда Қызылорда облысы Байқоңыр қаласына дүниеге келген. Алматы қаласында жүрген атындағы өнер академиясының колледжін актер мамандығы бойынша тамамданған. Бірнеше студенттер айтысының жеңімпазы, республикалық айтыстардың жүлдегері. Арманы алға қойған мақсаты айтысқа шығып өзінің ақындық қырын байқату болған. Арманына сеніп еңбектену арқылы мақсатына жеткен. Бала кезінен айтыскер ақын болуды армандаған Төреғали алғашқы үлкен сахнаға 7 сынып оқып жүргенде Қызылорданың Қазалысында Музарт тобының концертінде шыққан еді. Орындаған әндерін халық Еркін Нұржановтың даусымен ұқсастырған екен. Кішкентай кезінен Нұрман Хасандағы Мұқасан ағамызға еліктеген және ол кісі әкесінің досы болған. Төреғали Төрәлі айтыста жүріп іздеме ән жазған болатын. Бірақ жұрт бұл әнді кім орындайтынын білмеген. Өзінің ақындық қабілетінің арқасында көптеген әндерге сөз жазған болатын. Еркін Нұржановпен бірігіп орындаған әннің сөзін де Төреғали жазған. Айтыста 4 жыл жүріп 4 көлік мінген. 6-7 сыныпта аудандық облыстық айтыстарға қатысып көптеген жетістіктерге жеткен. 9 сыныпты бітіріп өнер академиясының колледжіне түскен және студенттер айтысына жиі шыққан. Талдықорғанда кезекті бір айтысына Жандарбек Бұлғақовпен сөз жарыстырған. Содан кейін Жандарбек екеуі жақсы дос болып кеткен және Төреғали да үлкен айтысқа шығуға үгіттеген. Өзі де үлкен айтысқа шығуды бұрыннан армандаған. Астанада Алаш айтысына бас жүлде алған. Содан жүрсін Ерман ағамыз республикалық айтысқа қосып аламанға салып жүрген. 3 айдан кейін халықаралық айтысқа қатысқан. Айтыстағы алғашқы қарсыласы Ринат Зайытов болған. Ринат жеңіп кетеді деп те қорыққан. Бала кезінен ойын қуғаннан көрі теледидардан айтыстарды көріп жаттап жүру қызық болған. Әкесінен домбыра тартып үйренген және әкесі солақай болғандықтан өзі домбыраны сол қолмен тартып үйренген. Бұл Төреғали Төрәлінің атақты болғанға дейін өмірі болды. Егер осындай видеолар қаласаң лайк бас және арна жазуды ұмытпа. Сіздермен Мелеке, сау болыңыздар.